Сәлем достар, сіздермен жан-жақтарнасы каналға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетіп кетеміз. Сіздердің қолдауларыңыз ол біздің шабытымыз. Ал кеттік. Бүгінгі тақырып: футболшылар неге алаңға балалармен шығады? Бұндай дәстүр 20 ғасырдың соңында пайда болды. Оған 80-ші жылдары футбол алаңында фанаттар ұйымдастырған тәртіпсіздік оқиғалары себеп. Англияда команда жанкүйерлері екіге бөлініп, ойыннан кейін төбелесетін жағдайлар жиі кездескен. Сондықтан ұйымдастырушылар балаларды мейірім символы ретінде қолданған. Сол арқылы олар спорттық ойын отбасылық шара екенін көрсетпек болады. Ең қызығы, басында алаңға әр команда тек бір баламен шығатын. 2002 жылғы әлем чемпионаты кезінде FIFA ЮНИСЕФпен бірге жұмыс істейді. Балаларға футбол арқылы көмек көрсету мақсатында CS4Children компаниясы ұйымдастырылады. Содан бері алаңда әр футболшы бір-бір баланы өзімен бірге алып шыға бастады. Балаларды таңдаудың да өз ережесі бар. Көбіне спорт мектептеріне барып, жоғары нәтиже көрсетіп жүрген балаларды алатын болған. Кейбір командалар белсенді жанкүйерлер арасынан таңдайды. Ал ақштың таңдау жүйесі мүлде бөлек. Спортшымен алаңға шығу үшін баланың отбасы топтық билет пакетін сатып алу керек. Билеттер саны 50-ден аз болмауы тиіс. UEFA, FIFA сынды іс-шараларда балаларды таңдау үшін демеушілер көмектеседі. Бүгінге айтарымыз осы. Қош сау болыңыздар.